саламатсыздар ме, көрермендер? Бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты болайын деп тұр. Ол әрбір жас келіннің, мен сияқты ана келіннің бір көкейінде жүрген сұрақ болар. Келінге еркіндік керек па дейді. Мама, келінге еркіндік керек па? Әрине керек. Ол үшін келген жері дұрыс болу керек, келінге еркіндікті беру керек. Келінге еркіндік берсең, тау қопырады. Енді тау қопырады деп, мама, ол жауапкершіліктен шет кетіп қалу емес па? Жоқ, наоборот, керісінше өзін еркін сезініп, мен осы жұмысты істесем, менің үйшім қарсы болмайды, риза болады деген жүрегінде сенім пайда болады. Мама, еркіндік тек қана жұмыс істеу жағын айтып отырсыз ғой сіз? Жалғыз жұмыс емес. Иә. Жоқ, мына өзіңнің жұмысың да үйдегі отырған балдарға, мына енеңе, енді атаң жоқ қой екеуістен, енеңнің бабын тауып. Еркіндік деген, мама, бап табу ма, соны мен түсінбей қалдым ғой. Еркіндік деген, бұл деген, сен ешқандай үйіңде қысылмайсың. Өзіңнің туған шешеңменен әкеңнің қолында жүргенде есептейсің еркіндік деген. Мама, мен ондай еркіндікті айтып отырған жоқпын. Қазіргі келіндер айтады ғой. Егер де дейді, үйде мен басыбайлы болып, келін болып, жаңа өзіңіз айтып отырған үй жұмысымен айналыссам, үнемі бала жұмысымен айналыссам, үй басты болып кетсем, мысалға дамығым келеді, шетелге шыққым келеді, қыздармен кофе ішкім келеді, шай ішіп барып көргім келеді, отырмақтарға барғымыз келеді. Сондай мақсатты айтып отырмын. Иә, мен оны түсінбей отырмын ғой. Оның бәріне әрине еркіндік. Бәріне керек па? Сіз рұқсат әрине бересіз ба? рұқсат беремін мен. Неге, себебі? Себебі даму керек. Ол үйде болса үй күшік болып қалады. Ол күндегі зат күнде қайталана береді. Тамақ істеу, бала бағу. Оны кім істейді ал үйдегі шаруаны? Үйге пысық келін бәрін көреді. Жаңағы салбыраған келін, ол қандай болса да... Енді елдің бәрі пысық емес қой, мама. Барлық келіндер пысық емес қой. Егер де ол ары қарай... Ол үшін енесі жәрдем беру керек. Солай шығар, да? Конечно. Ол үшін енесі жәрдем беру керек. Құрметті менің көрермендерім, осы сапарда мен жақында даму барысында барып келген ағылшын елі туралы айтқым келеді. Осы мамам бірінші қолдап жаңағы сондай ниет жасап жүргенде айтқан: мама, сіз аман болыңыз. Менің арманым, бала кезімнен арманым шетелде оқу. Қазір маған сондай мүмкіндік туындап тұр. Жұмыс барысында үлкен бір жоба бар. Сол жобаға қатысқым келеді. Сәтін беріп жатса, мен бір жылдай ағылшын елінде болуым мүмкін. Сіз қалай қарайсыз дегенде, мама, өзіңіз айтыңызшы, мен сөйтіп айтқанда сізге, сіздің ойыңыз қандай болды? Алдында тапсырғанда Америкаға. Сонда өтпей қалды. Содан келінім ренжіді. Мен өлгенше талаптанып едім, ағылшынды меңгергім келіп еді. Мен өтпей қалдым, бұл қалай болды деп. Мен айттым, это все к лучшему дедім. Сенің алдыңда тұр. Келесі кезек. Мінекей, бір емес, екі ай емес, бір жылға Америкаға, Англияға кетті. Баруым керек деп, үйге қуанып келді. Қуанышым құтты болсын. Әрине бар. Енді Алла қуат берсе, мен мына күйеуіңменен қуанышыңа ие болайын. Тек маған Алладан қуат сұраймын. Шүкір, Алла маған қуат беріп, тілегімді қабыл алып, Ақбаяным жақсылап тұрып оқып, сертификатын алып, мақтауменен басын көтеріп, тік ұстап, коллективіне жұмысқа кірді. Олар да сағынып қалған екен. Біз екібастан сағындық. Ал тек қуанышым, мамам қашан келеді, мамам қашан келеді, мамам қашан келеді деп сұраумен болды.
әр уақытта әрине балаға ана керек. Алла тағала баласын анасынан, анасын баласынан айырмасын. Менің тілегім осы жасым болса біразға келді. Алладан мен өмір сұрамаймын. Алладан балдарымның амандығын сұраймын. Өзің берген уақытта Алла мен ешқандай ренжімеймін. Қайтушы құлыңмын. Тек балдарымды көз алдымда аман қылшы дедім. Шүкір, Ақсырмын қара шаңырақтың иесі тәртіпті, сабырлы, сол 10 айда, 1 жылда келіншегін жақсы жұмысын істеп, үйінің де шаруасын бәрін келістіріп қарсатты. Мама, енді осы тұрғыдан көп жағдайда бірақ келіндер ол еркіндік деген осы екен деп жауапкершіліктен тайып кетіп жатқан сияқты. Көп оқимыз ғой, енді жүре әңгімелесеміз, шүйіркелесеміз, қоғамдағы болып жатырған жағдайларды сараптама жасаймыз, қоғамның бір мүшесі болғандықтан. Сол уақытта қарап отырсақ, енелерімен түкпе бақ болып, маған еркіндік керек, мен үнемі үй жұмысын жасай бергім келмейді, мен жаңағы тыста көп жүргім келеді, менің қалауым сол деп, жаңағы үй тірлігі қалады, жаңағы солай еркіндікті солай түсініп жүрген біздің жас келіндер баршылық. Енді сол жағынан не айтасыз? Мысалға, жаңа сіз айтып отырған, егер де үйдегі жұмысты үлгеріп жүрсе, тірліктің бәрін жасайтын болса, жүгіріп барып, жаңағы өзінің дос жарыңмен келісіп қайтсын, той домалағына барып қайтсын, даму керек болатын болса, жаңағы алдын ала жоспарлап, үйдегі шаруаны ыңғайлап деген сияқты, оны да жасасын. Бірақ оны жаңа айттым ғой, үлгеріп жүретін адамда бар, жаңа үлгермейтін адамда да бар. Енді үлгеріп жүретін адам сіздің ойыңызша ол пысық делін, иә? Енді бәрібір пысық болмайды ғой, мама. Бостау болса не істеу керек? Енесі пысық болса, онда келіннің рөлін ене алып кету керек па? Сол жағынан айтыңызшы ал. Ол келіннің рөлін ене алып кетеді деген емес. Ол екі адам сол үйдің жанұяның екеуі тілегін тілеп отқан анасы менен келіні сол жанұяның ұйытқысы. Иә. Ол мынау келінім істейді екен, келінім келеді екен, келінім оқудан келеді екен, я оқуға жібермеймін екен деген ойдан аулақ болу керек. Осы күнгі мен тиктокта неден қараймын, кейбір ата-аналардың несі қатан. Кәдімгі мен балам бөлек шығам деп еді, мен барып көріп келейін деп отыр, барсам үй шашылып жатыр деп, жаңағы келіні мен баласының ортасына жаңағы от салған аналарды естідім. Мама, егер де келін мен бала бөлек тұратын болса, оның үйі шашылып ата ма, шашылмай ата ма? Иә, онда не шаруасы бар? Иә, не шаруа бар? Қай уақытта келеді, сол уақытта жинайды. Ал менің баламның ақшасын қалтасына салып қыдырып кетті де әңгіме айтады. Олай болмау керек. Олай бөлінбеу керек. Мынау баламның ақшасы, мынау келіннің ақшасы. Қайсының ақшасы болса да әйел ұстау керек ақшаны. Ақша әйелде болу керек. Ал мама, онда Сіңкеге айтыңызшы, ақшаны Ақбаянға беріп қой деп. Енді сырым, сен ана жұмыста болғасын, тамақтың бәрін өзі әкеліп, бәрін не керек үйге холодильникті ашатта, жоқтардың бәрін әкеледі ғой. Сені мазаламайын дейді ғой. Оның әр жағында жамандық жоқ. Онысы жақсы екен, мазаламайын деп айту. Жамандық жоқ қой. Құрметті көрермен, сіздер осы жерде коммент жазып кетулеріңіз сұралады. Сіздерде жаңағы үйде финансист кім? Жолдасыңыз ба, әлде өзіңіз ба? Ары қарай жалғастырайық, мама. Жалпы жауапкершілікті сезінген келінді анасы, енесі қалай байқайды, мама? Көзден байқайды. Көзден?
көзден байқаймын. Көзі не болып тұрады сонда? Көзі мейірімді болады. А, Көзі мейірімді болады. Сол мейірімменен ол келіннің қандай екенін анықтайды. мама сіз көзден қарайсыз ба? Менің көзім Конечно. көрінді ма? Мен сенің тек көзіңнен байқаймын. Да? Көзіңнен байқаймын. Қуанышым айтады ғой, әжекең у меня строгая деп. Енді мама осы жерде біз шынайы әңгіме жүргіземіз дедік қой. Осы біздің бағдарламаны тыңдап отырған жас келін енелер ойлап қалуы мүмкін, жаңағы сонда ешқандай кикілжің болмай ма, бұл ене мен келіннің ортасы керемет екен деп. Енді Алланың өзі сақтасын, жаңағы кикілжің жаңағы болма. Енді жас кезімде енді мен де тентектік жасадым ғой, жасырмайын. Иә, тез айтып қалам. Сол кезде сіз айтатын едіңіз ғой, балам, не де болса инеге жіпті тере берме. Егер инеге жіпті тізе берсең, ол жаңағы көбейгеннен кейін ашу ыза келеді. Жалпы сабырлы бол, ниетің дұрыс болсын. Абзал ниет дұрыс болса, бәрі дұрыс болады дейтін едіңіз ғой. Иә. Сосын енді мықты жас емеспін, енді өзім жаңағы ес біліп келдім болып. Бірақ та көбіне көп сіздің қатаңдығыңызға мен ренжитін едім. Сіздің қатаңдығыңыз сол бір беткей ашылып не болып жатырған жағдайды, енді мен ашықпын ғой. Ашық ақ көңілдігім де бар. Сіз көбіне бүгіп жүретінсіз. Керісінше папа ашығы. Сіз жоқта папа екеуміз өзің білесің есік жауып алып тұрып әңгімені соғамыз. Сонда сіз айтатын едіңіз ғой, мен туралы айтып жатсыздар ма? Не айтып жатсыңдар деп. Иманды болсын. Ақ баяным деп кетті ғой. Айналайын. Енді мама, қатаңдық деген сіз деген қатаңсыз абзал. Мен кейбірде деген еркемін ғой. Сол мамама бұрын мен жабыса беретін. Сосын мамам айтатын, Ақбаян тынысың тарылып кетті. Қатты құшып не істемеші дейтін. Сөйтіп кейбірде құшақтап алып, мама деп еркелегім келеді. Сіз сондай нені ұстап тұрасыз, қатаңдықты. Сосын алдында деген мен сізді құшақтап жылағанда, ана менің жолдас қызымның, Ольга Ашимовна менің жақсы жолдас әріптесім, осылай енелер туралы әңгіме айтамыз, керемет енесі туралы әңгіме айтады. Маманы жақсы көремін, бірақ кейбірде жасыратыны жоқ, біз неге солай жасайды екен деп ренжіп, сондай айтамыз деп айттым ғой мама сізге, біз әңгіме дүкен құрамыз. Сосын бірақ айтамыз, осыдан енеміз дүние салып кетсе, бірақ біз деген жылайтын боламыз, ренжитін іздейміз ғой деп күліп қалжыңдасатынбыз. Енді мен ағылшын елінен келсем, сол жолдасымның енесі қайтыс болыпты. Оны мен білмеймін екен. Ол маған, Ақбаян, сен енді алыста болғасын айтқан жоқсың. Мен мамадан сөйтіп айырылып қалдым ғой деп жылап жіберді да, сосын помнишь, біздер деген айтатын едік қой, сөйтіп ол менің тілекшім еді ғой, үнемі шай ішетін едік, жабырқасам әңгімелерімді айтатын едім деп. Мама, соны мен естіген бойда жоғарыда отырдым да, сосын жүгіріп түстім да, сізді құшақтап жыласам деген, мені деген итеріп тастадыңыз ғой сіз сонда. Қатаңсыз сіз абзалы. Тосынан сен ана өліп қаласың. Енді мен қатты құшақтап алдым да, сосын деген жаңағы барында бағалайықшы деп ана сағынып кеттім да, бір түрлі анау айтқан кезде. Ойбай, балам аманшылыққа болсын. Бұл не деп, мама сіз қатаңсыз абзал. Менің мен өлсем, сен есіңнен кетпеймін. Күндіз де түнде де бірге жүрем, тілегім келіп. Мен қатаңдыққа қатаңмын. Ал енді ол әуелден жалғыз адам қатаң болады дейді ғой. Мен өзім жалғыз өстім. Анамның арқасында жақсылық көрген жоқпын, әкенің жүзін көрген жоқпын, білмеймін. Бірақ келген жерімде 3 қайынсіңілменен жаңағы тіл табыстым, қатаң болғанмен. Ол тіл салушы ма? Мама, қатаңдықтың түрлері бар ғой, жаңағыдай деймін. Иә, ол енді
тосыннан тіптен жоғарыдан шықтың да жүгіріп, келдіңді құшақтап, еңкілдеп жыладың. Әуелі қорқып кеттім, не болып қалды екен? Сырым бір нәрсе ренжітіп тастадым екен деп. Осы қашан ренжітіп ол жылатып еді ма мен? Енді қайдан білейін қосын. Содан енді қатаңдыққа мұғалім қатаң болмаса баланы тәрбиелей алмайды балам. Мен орыс жерінде де сабақ бердім. Сонда айтатын еді, директорымыз коридорда аңдып жүреді, қай класс шулап жатыр. Менің классымды келіп тыңдайды, ешқандай дұрыс жоқ. Мына класста сабақ жүріп жатыр ма? Балдар бар ма жоқ па деп ашық қарайды. Таранец Любовь Яковлевна, директорымыз сондай керемет ажарлы, биік, әдемі келіншек. Деп басын изейді, күлетті, есігімді қайта жабады. Сосын енді учительске келмеймін ба, журналымды шақырды. Спасибо, Мариза Абдувалиевна дейді. Сіздің алдыңызда болған мұғалім жас 10 бітірген қыз қазақ тілден сабақ берген. Ол келіп отырған кезде жаңағы балдар жассынды ма, инені былай теріп қойған орындықтың үстіне. Былай журналын столдың үстіне қойып отыра берген кезде және ине құйрығына кірш етіп кіріп кетеді. Содан қыз бақырып жылап, журналын құшақтап, директордың алдынан бір шығып, мен енді жұмыс істемеймін деп ылақтап сол өткеннен мол кетеді. Содан 3 жыл қазақ тілінің мұғалімі болмайды. Ойбай, ол мектепте балдар қарсы алмайды екен деп. Содан енді менің шалымды сырымның аты спиритуальный ремонтный мастерскойда директор болып келді Шалқардан. Содан кейін папам маған жұмыс жоқ. 1.90-ды бітіріп келді балдар. Отырдым 1.90 ауылдан бітіріп келдік. 2.90-да сосын бір күні орталыққа, районаға, Бадамшаға жинасқа барады. Сосын жаңағы заврайын айтып, ну как Бөлек Мugimbayevich? Устроились? Жена кем работает? Она на работе? Сосын айтып, у нас школа, вы знаете, русский. Она закончила казахский, начальник класс. Без работы сидит дома деген. Ойбай, нам в школу надо казахский язык вести. Вот учителя мы не можем найти. Вот пускай завтра она пошли, Да, правильно. Я дам приказ. Он по назначению. Он будет вести казахский язык. Она будет вести. Она будет вести казахский язык. В русской школе казахский язык. В русском школе. Сосын шалым келіп, ал қуанышты хабармен келдім. Ертең машинаны жіберіп, барып, Бадамшаға барып, заврайына барып, приказыңды алып кел. Документіңді алып кетті. Соған қуандым мен. Барып, маған 32 сағат. 4-ші класстан бастап 8-ші классқа дейін 38 сағат әлі ұмытпаймын. Ондай уақыттарды ұмытпайсың ғой. 38 сағат берді. Содан келдім. Енді уже сабақ басталып жатыр ғой енді. Қалай өз жүргіземін деп, сол журналдарды тексеріп, қарап барлығын. Содан кейін балдарға кірдім. Балдар тым тұрыс. Бір қазақ әйел кіріп келатыр. Ол сол уақытта мен 36 жастамын. Сосын журналды қойдым. Сосын балдармен амандастым орысша. Сосын енді мен директордың әйелі екенімді біледі. Балдар кішкене ықтыс шулаған жоқ. Отырды тыңдады, не айтар екен деп. Сосын мен айттым, ребята, я учила и работала, я учила казахский класс и работала в казахском школе. Начальник класс у меня профессия. Учительница начального класса. Ну, теперь я не могу здесь начальник класс вести, потому что у меня профессия не подходит. Я не могу доказать, потому что у меня язык короткий. Я по-русски с акцентом говорю. Не все не понимаю. Вы меня научите русский язык, я вам казахский язык научу. Правильно. Только дисциплина. Правильно. Если будете шуметь, я вас накажу. Правильно. Не шутите со мной. Содан балдар отырып бір күні неге 5-ші классқа келсек, глуханко
Баланың атын естіген жоқ. Географиясын ұстап отыр жаңағы. Қазақ тілі сабағында. Барып кітапты алдым да класстан шығарып жібердім. Иди. Куда хочешь, иди. Содан директор көрген ғой, енді шәсе деген жоқ. Сосын родители келді. Келесі күні. Директорге: зачем нам казахский язык, когда есть у нас русский, математика, география, бір нәрсе, а зачем нам казахский язык деген. Сонда директор айтқан: мы живем в Казахстане. Правильно. Мы должны изучать язык. Правильно. Но у нас нет учителя. Когда-то была, такой случай был. Теперь с семьей, с направлением. Директор завода приехал, у него жена учительница, начального класса казахский. Ну, казахский язык, начальник класса нет, а мы дадим казахский язык. Правильно. Так что вы не сомневайтесь, сөйтіп. Не возмущайтесь. Не возмущайтесь. Да. Содан енді артынан жаңағы ата-аналар менен келіп кешірім сұрады. Извините, Мариза Абдувалиевна, оказывается, это интересный, красивый язык. Дети все довольны деді. Все дети высокие. Куда? Немістің қыздары, немістің балдары ашылсайда. Орыс пен неміс, украинка аралас. Соңғылар енді бірінші тек тәртіп. Ешқандай бір бала қиындамайды. Менің не айтамын, соның бәрін бұрындайды. Сосын үйіне барғасын, вот учительница у нас Мариза Абдуллина такая хорошая, она воспитанная, нас поведение нас создал. Мы порядок создал. Порядок создал, мы любим и мы слушаем деген. Содан рахмет айтып, жаңа атана айтқан. Содан директор мені неге базисный магазинге жіберді. Көрнекті қандай құрал керек, кітапта, программада ешқандай ешнәрсе жоқ. Мен тек самовольно өзім жаңағы тек өзім бойымдағы менен істеп жатырмын ғой. Содан базисный магазинге келіп, бүткіл учебник, 4-ші класстан бастап 8-ші классқа дейін учебник, наглядные пособия, брошюра бәрін алып келдім арқалап. Директор довольны болғанда, енді керемет 2 жыл істедім, 2 жылдан кейін мен тепловоздың даусын сағындым. Қазақтың балаларын сағындым, елімді сағындым. Кілең орыс 45 үйіміз, қазақтың 45 үй. Ішінде жасы біздер. Бірақ бәрде керемет сыйлады. Сыйлаған мен не керек? Адам жоқ, өзінің қатарың жоқ. Содан кейін мен бүкінге айттым, шалым айттым. Сен бүйтіп жүре берме, абзалы, мына заводты тапсырда, ана Папаткаға айт, Ақтөбедегі басығы Папатка. Сен айт, семьям көнбейді, әйелім көнбей жүр. Ол қазақша оқыған еді, қазақ бастаушының сабақ берген еді. Бізді бір қазақ еліне мені аударшы деп сөйдейді. Как раз сельхозтехника, Қарабатаққа сельхозтехника ашып көруге келді. Тап менің айтқан нем бойынша барып жинастан шыққаннан кейін, от сельхозтехника директор боласың, Қарабатаққа барам деген бірден. Содан келіп, заводты тапсырып, Қарабатаққа сельхозтехникаға директорлікке келді. Міне ақсырым, жүрегі сол ашылсайда бітті, бірақ өмірі сол Қарабатақта дүниеге келді. Осы жерде мама, мен көрермендерімізге айтайын, қысқаша аңдатып айтайын. Көрермендер біздің үйдің папасы, атам менің өте жақсы көрдім. Атам инженер-механик, бірақ енді біздің көптеген облыс бойынша ауылдарда сол ауыл шаруашылық техникаларын басқару мақсатында сол жаңағы қызметте болды. Қазіргі біздің ол кезеңге ұқсастық менікі оқытушылық болатын болса, Сімке менің жолдасым, ол да қызметте.
Енді бұл жерде бүгінгі тақырыбымыз біздің келінге еркіндік керек па, ол еркіндік қалай деген сөзге мама бүгін нүктесін қойған сияқты. Мама, сонда сізде еркіндік болды ғой келін ретінде? Әрине, жалғыз бала демеді. Асылсайға бізді жіберді. Үйде менің анам, енем, Қарагөз, Мамбай атам үшеуі қалды. Менің анам сондай қайратты, тазайын адам болды. Екі құдағай ұрсып көрген жоқ, татып тұр. Солардың арқасында біз бөлек кетіп қалдық. Болатым 4-ші классқа келді, Маратым 1-ші классқа келді. Балдарды бірге алдыңызда. Иә. Сонда бұл жерде көрермендер айтайық дегеніміз, келінге еркіндік беру керек, бірақ оның шегі болу керек, және ол жауапкершілікті болу керек. Енді бұл жағдайда мама мен папа қызмет бабын өзгерту мақсатында жалғыз бала бола тұра бірге тұрған ғой. Бірге тұрдық. Рұқсатын, батасын беріп, рұқсатын берген. Мұндай жағдайлар болып тұруы мүмкін басқа да отбасыларында. Ол, яғни сөздің соңында мама, еркіндік керек, бірақ жауапкершіліктен аспау керек. Аспау керек. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбатымыз осындай болды. Келесі тақырыптар бұдан да керемет болады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Сіздің жағдайыңызда қандай шешілмей отырған мәселелер бар? Соны коммент қылып жазып кетуіңізге болады. Егер де тақырып ұнаса, каналымыздың жалпы барысы ұнайтын болса, тіркеліп қойыңыздар, коммент жазыңыздар, löпіл қойыңыздар. Келесі кездескенше.